Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен Алтайбаева Гүлімжан Кенжетай қызы, Қарағанды облысы білім басқармасының Шет ауданы білім бөлімінің Жарық тірек мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Балалар, менің алақанымда не тұр? Дұрыс айтасыңдар. Әрине, жер. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз жер байлығы, ел байлығы. Сабағымыздың мақсаты оқылған шығарманың сюжеттік дамуын, желісін, оқиға барысын анықтап, оны бөліктерге бөліп, әр бөлікке ат қойып, жоспар құру. Шығарманың негізгі ойын анықтап, сюжеттік дамуын болжау, оның себебін түсіндіру. Балалар, көңіл күйлерің қалай? Ендеше ребус шешуге қалай қарайсыңдар? Балалар, берілген суреттерден ребустың шешімін тауып көрейік. Балалар, дұрыс таптыңдар. Бірінші ребустың шешімі алтын. Екінші ребустың шешімі мұнай. Үшінші ребустың шешімі көмір. Төртінші ребустың шешімі жез. Балалар, қошемет, дұрыс таптыңдар. Балалар, сендердің өз жерлеріңдегі пайдалы қазбалар туралы не білесіңдер? Кәніки ойланайық. Я, балалар, өте дұрыс айтасыңдар. Қазақстанда өндірілетін қазба байлықтар өте көп. Тұрсын Жұртбай мыс ойған мәтінімен танысамыз. Тұрсын Жұртбай жазушы, ақын, ғалым. 1951 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Шаған ауылында дүниеге келген. Дулыға, Қоңыр күз, жүрегімде жұмыр жер атты кітаптары бар. Зерттеу еңбектері мен көркем шығармалары шет ел тілдеріне аударылған. Балалар, мәтінді түртіп алу әдісімен оқып көрейік. Білемін, ойым бөлек, жаңа ақпарат білгім келеді. Балалар, бейне жазбаға назар аударайық. Салқын самалды Сарыарқаның даласы, арқасында асынған жол дорбасы, қолында қысқа қайласы бар бір жолаушы келеді. Әр төбенің басына шығып, күнге күйген тастарды балғасымен уатып, ұзақ үңіледі. Белең астынан бір салт атты шыға келді де, жаяу жолаушыға қарай бұрылды. Сақалы омырауын жапқан қарт екен. Ассалаумағалейкум, ақсақал. Уағалейкум ассалам, балам. Жол болсын, не іздеп жүрсің? Неге ат мінбегенсің? Атай, мінерлік көлік табылады ғой. Бірақ менің жаяу жүруім керек. Іздеген жезім тастың арасында. Жез деймісің? Түсінікті. Үйге жүр, сусында бал. Біздің ауыл мұна мыс ойғанда. Іздеген жезім тастың арасында дейсің бе? Кел мінге сатқа. Рахмет, ақсақал. Жаяу жүруге үйрендік қой. Жаяу жолаушы кен орнын іздеп жүрген геолог Қаныш Сәтбаев. Атты адам арқаның тау тасына қанық берден қарт еді. Мұна жердің мыс ойған аталуының сыры бар. Баяғыда қазақ еліне жоңғарлар шабуыл жасапты. Сол ұрыста қазақтың атақты бір батыры жоңғар әскерімен шайқасқа түсіпті. Жоңғарлар сарбаздарды үш жақтан қыспаққа алыпты. Әлгі батыр кейін шегінуге намыстанады. Іштей тәуекелге бел байлап, сарбаздарына шегінуге бұйрық береді. Қуғыншы жоңғарларға жалғыз өзі қарсы тұрып,
қалың қолды ажалдан арашаламақ болады. Ыза кернеген батыр қолындағы айбалтамен жерді шауып жіберіпті. Сонда кішкентай төмпешік ойылып түседі. Батыр тағы бір ұрған екен, ойық тереңдей түсіпті. Сол кезде батырдың ойына бір қулық орала кетеді. Ат-матымен әлгі шұңқырға түсіп бұға қалады. Қалың қолдың шегінгенін көрген жоңғарлар қуыстағы батырдың екі жағынан шауып өте шығады. Батыр атын тебініп қалады да жаудың ту сыртынан тиіседі. Мұны көрген қазақ әскері де кері бұрылып жоңғарларды қыспаққа қалыпты. Қыспаққа шыдамаған жау быт-шыт болады. Бет-бетімен қашып жеңіліске ұшырапты. Содан кейін 300-дің баласы бірігіп, мына Ұлытаудың жартасына таңбаларын ойыпты. Кейін батыр әлгі шұңқырға келсе, ішінде сап-сары бір нәрсе жатады. Ол мыс екен. Ұсталар әлгі мыстан қажетінше ойып алып, керегіне жаратқан екен. Содан бастап бұл ара мыс ойған аталып кеткен балам. Қаныш аңызды қызыға тыңдап, өңі бал-бұл жанды. Ол аңыздың ақиқат екеніне сенді. Бірде ақсақал оны мыс ойған шұңқырына ертіп барады. Қаныш бұл шұңқырды ұзақ зерттейді. Мыс ойғанның түбінен жұдырықтай табиғи мыс қоспасын тауып алып, қапшығына салады. Кейін мыс ойғаннан үлкен шахта ашылып, жезқазған кенті құрылады. Тұрсын Жұртбай. Қаныш Сәтбаев 1899-1964 жылдары өмір сүрген. Геолог ғалым, минералогия ғылымының докторы, профессор, академик, Қазақ КСР ғылым академиясының ұйымдастырушы, оның тұңғыш президенті болған. Балалар, мәтінді оқыдық, бейне жазбаны көрдік. Балалар енді жаңағы түртіп алу әдісімен оқысақ, біздің білетін нәрсеміз Қаныш Сәтбаев туралы біледі екенбіз. Геолог жұмысы мен аңыз біз үшін жаңа ақпарат болды. Қазақстандағы кен орындар туралы әлі де білгіміз келеді. Балалар, мәтін кім туралы? Дұрыс таптыңдар. Мәтін Қаныш Сәтбаев туралы. Балалар, ендеше Қаныш атамызды тыңдап көрейік. Сәлем, балалар. Мен Қаныш Сәтбаевпын. Мен ғалыммын. Қазақстанда геология ғылымын дамытуға көп еңбек сіңірдім. Жезқазған сияқты үлкен кен орындарын зерттедім. Қазақ ғылым академиясының тұңғыш президенті болдым. Ғылым мен білім ел болашағының негізі. Сендер де білім алыңдар, армандарыңды жүзеге асырыңдар. Балалар, тамаша. Балалар, енді осы мәтін бойынша келесі тапсырма жоспар құрайық. Жарайсыңдар, балалар, дұрыс таптыңдар. Балалар, жаңа тыңдалған мәтінде бізге таныс емес сөздер кездесті ғой. Кәніки ойланайық. Дұрыс. Мыс қызғылт сары түсті, жұмсақ металл, табиғи мыс қоспасы, құрамындағы басқа заттардан ажыратылмаған мыс керегі. Атымен бірге. Балалар, геолог мамандығының ерекшелігі туралы оқып беріңіз. Балалар, Қаныш Сәтбаев ғалым ретінде қандай жаңалық ашты? Кәніки ойланайықшы. Дұрыс таптыңдар. Қаныш Сәтбаев геология ғылымының үлкен үлес қосқан қазақстандық ғалым.
Ол Қазақстанның минералды ресурстарын зерттеп, Жезқазғандағы мыс кен орындарын ашқан. Балалар, аңыз әңгіменің негізгі ойы қандай? Дұрыс айтасыңдар. Аңыз әңгімелердің негізгі ойы адамдардың жадында сақталған, шындыққа жақын, бірақ қиял араласқан оқиғалар арқылы тарихтағы абзал адамдар мен маңызды оқиғалар туралы баяндау. Балалар, мәтіннің соңғы сөйлеміндегі аталған Жезқазған кенті туралы қысқаша деректі тыңдайық. Жезқазғанға ат басын тірегенде алдымен алып зауыттың мұржалары көзге шалынады. Туған жердің түтіні де ыстық десек, өндірісті қаланың, яғни үлкен Жезқазған жобасы бұл академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың төл тумасы, ғұлама ғалымның қажырлы еңбегінің нәтижесі. Жезқазғанға қала мәртебесі 1954 жылдың 20 желтоқсанында берілген. Демек, биыл мысты шаһарға 66 жыл толады. Алайда, оның өткен тарихы көне дәуірлермен жалғасып жатыр. Қала тарихына қатысты мәліметтерді сөйлетсек, оның бұрынғы атауы Ақжал болыпты. Мыс байлығымыз деп кіре берістен қарсы алатын жазудың сыры да қаланың осылай аталуына себепші болған. Жезқазған ғарышкерлер қаласы ретінде де танымал. Байқоңырдан ұшқан алып кемеден ғарышкерлер алдымен жерге қонғанда Жезқазған топырағына табандары тиеді. Ал балалар, Вортфол платформасында тапсырма орындайық. Оған өту үшін QR-кодты сканерлейік. Ал балалар, енді тапсырманы орындайық. Аңыз дегеніміз не? Жарайсыңдар балалар, енді дұрыс жауапты тексерейік. Дұрыс таптыңдар. Шайтанкөл қандай аңыз түріне жатады? Жарайсыңдар балалар, өте дұрыс таптыңдар. Балалар, өзімізді бағалау парақшасына бағалап отыруды ұмытпайық. Махаббат хикаясы аңызына төмендегілердің қайсысы жатады? Дұрыс таптыңдар. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы дұрыс орындадыңдар. Есіңе түсір. Аңыз қиял аралас фантастикалық оқиға. Аңыздың негізінде шындыққа жақын, өмірде болған, халық жадында сақталған оқиғалар жатады. Әр халықтың тарихындағы абзал жандар, аса көрнекті қайраткерлер туралы талай аңыздар туған. Балалар, өздерің оқыған аңыз кейіпкерлерін еске түсірейік. Тамаша, жарайсыңдар. Ал енді үй тапсырмасы. Үйге, атқа мінгесу, тәуекелге бел байлау тіркестеріне анықтама жазып келеміз. Ал балалар, сабағымызға кері байланыс берейік. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.